Биржада көбі қолданатын стратегиялардың бірі бағаланбаған акцияларды іздеу. Бүгін біз осы стратегия туралы және ол стратегияны қалай сақтау керегі туралы сөйлесеміз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расул Миразбек, ал кеттік. Тесланың акциялары асыра бағаланғанын білгіштерден жиі естігенмін. Яғни акция бағасы негізгі индикаторлармен салыстырғанда жоғары. Сондықтан бұл акциялардың төмендеу қаупі әдеттегіден көп екені. Бағаланбаған акциялармен де сәл сондай жағдай. Бірақ керісінше, бір сәттік кіріске ұмтылмайтындар үшін бұл стратегия өте жақсы болады. Бұл дегеніміз, сіз нарық бағаламаған акцияларды тауып, нарық оларды түсінген кезде ғана, яғни акциялар бағасы өскен кезде сатасыз. Негізінде мұнда бір қағида. Бастысы мұндай компанияларды іздеп табу. Ал бұл оңай емес. Активке деген сұраныс оны жақсы кіріспен сатуға болатындай өсу үшін бірнеше жыл өту мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды. Қысқаша айтатын болсақ, бағаланбаған акциялар бұл капиталдандыруы компанияның балансты құнынан төмен және нарық сарапшылары белгілейтін құнынан төмен бағалы қағаздар. Ең алдымен айтарым, бағаланбаған қағаздарды іздеу фундаменталды талдаумен айналысатындардың құзыреті болып табылады. Өйткені техникалық талдауда қымбат және арзан деген салыстырмалы ұғымдар қолданылмайды. Бағаланбаған акцияларды кез келген салада табуға болады. Ондай акцияларды көбіне қызметі циклдік сипатқа ие компаниялар ұсынады. Белгілі бір кезеңдерде мұндай ұйымдардың кірістілігі күрт төмендеуі мүмкін. Нәтижесінде олардың акцияларына сұраныс та төмендейді. Уақыт өте келе компанияның өнімділігі қалыпқа келіп, сәйкесінше активтердің құны да артады. Мұндағы міндет баға төмен түскен кезде сатып алу. Осы ретте келесі негізгі көрсеткіштерге қарау керек. Price to sales 1-ге дейін. Көрсеткіш 2-ден асса, акциялар асыра бағаланған деген сөз. Volume 100-ден бастап. Бұл көрсеткіш сауда-саттық көлемін көрсетеді. Оның мәні неғұрлым төмен болса, нарықтық сұраныс соғұрлым аз болады. Және сатып алу-сату бағасы арасындағы айырмашылық көбірек болады. Бұл көрсеткіштің мәні инвестиция мерзімінің ұлғаюымен төмендейді. Басты мақсат нөлдік өтімділігі бар активтерді қысқарту. Қажет болса, минималды волюмді көбейтуге болады. Price to book 2-ге дейін. Баға теңгерімдік құнның әділ арақатынасы 1-ден 5-ге дейін есептелінеді. Көрсеткіш неғұрлым төмен болса, активті бағаламау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Return on equity пайызбен 10-нан бастап. Акциялар тәуекел құралдарына жатады, сондықтан капиталдың қайтарылуы жеткілікті мөлшерде жоғары болуы керек. Кем дегенде облигациялар немесе банк депозиті үшін төмен болмауы қажет. Көрсеткіш неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жақсы. Бірақ ұзақ мерзімді портфель үшін тұрақты ROE бар компанияларды таңдаған жөн. Operating margin пайызбен 0-ден бастап. Мұнда барлығы қарапайым. Компанияның операциялық пайдасының маржасы теріс болмауы керек. Gross margin сияқты 0-ден бастап. Total debt to equity 50-ге дейін. Қарыз қаражаттарының меншікті қаражатқа қатынасы неғұрлым төмен болса, компанияның қаржылық жағдайы соғұрлым жақсы болады. Айтарлықтай қарыздың болуы өсу перспективаларын одан әрі нашарлатады. Default пайызбен 0-ден бастап. Дивидендтердің мөлшері таңдау кезінде қиындықтар туындаған жағдайда ғана ескеріледі. P/E ratio 15-ге дейін. Егер бағаның пайдаға қатынасы жоғары болса, онда акция бағаланбай қалуы мүмкін. EPS earnings per share. Есептеу кезінде бір қағаздың таза пайдасы бір акцияның бағасы бөлінеді. Яғни жиынтық таза пайда акциялардың санына бөлінеді. ROA return on asset. Мультипликаторды компанияның жоғарғы басшылығының жұмыс тиімділігін өлшемі ретінде қарастыруға болады. Оны активтердің кірістілігі деп те атайды. Бөлшек алымында таза пайда, бөлгіште активтер көлемі. Payout ratio. Бұл параметр компанияның акционерлерді марапаттауға бағытталған кірісінің үлесін көрсетеді. Quick ratio. Жылдам өтімділік көрсеткіші. Бизнестің қысқа мерзімді қарыздарына қызмет көрсету қабілетін сипаттайды. Бұл мультипликатор 1-ден көп болуы керек. Бұл көрсеткіштерді көп жерден көруге болады. Мысалы, мен өзім Yahoo Finance'ты қолданамын. Сонымен қатар сарапшылар компания туралы не ойлайтынын да қарап шығамын. Бағаланбаған акцияларды таңдау қарапайымдылық пен тиімділігімен ерекшеленеді, бірақ оның белгілі бір кемшілігі бар.
Компаниялар туралы барлық деректер олардың қаржы есептерінен алынады. Ал ол есептер әрдайым шындықты көрсете бермейді. Мысалы, бірнеше айлар бойы жағдай тек тұрақты болды. Бірде кенеттен акцияларды сатып алғаннан кейін көп ұзамай ұйым кішігірім есеп береді. Онда жағдай күтпеген жерден нашарлағаны көрсетіледі. Көп жағдайда мұндай құлдырау нақты жағдайдың осы уақытқа дейін жасырылғанымен түсіндіріледі. Әрине, мұндай жағымсыз тосынсыйлардан қорғану мүмкін емес. Алайда барлық сарапшылар өздері қолданылатын әдістерге қарамастан осындай проблемаларға тап болып жатады. Аталған форс-мажорлардан қорғалудың жалғыз жолы портфельді әртараптандыру. Сондықтан видеомызда сипатталған стратегия ең сенімді деп санау болады. Пікірлерде өз стратегияңызбен бөлісіңіз және портфеліңізді қандай принцип бойынша әртараптандырасыз. Сол туралы жазып кетіңіз. Бүгінге осы достар. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, түрлі инвестицияларды ұсынамыз. Көріскенше.